Қадір түні. Қадір түні Рамазан айының соңғы 10 түнінің бірі. 10 түннің біріне жасырылған 27-ші түн Қадір түні болуы ең ықтимал түн. 2024 жылғы сәуірдің 5-нен 6-сына қараған түн Қадір түні болады. Барша мұсылман асыға күтетін қасиетті түнде дұға етіп, Алладан кешірім сұраймыз. Айлардың сұлтаны Рамазан айы болса, түндердің ең қасиетті Қадір түні саналады. Себебі бұл түні Құран кәрімнің аяттары түсе бастаған. Қадір түні жасалған ғибадат 83 жылдық сауапқа пара-пар. Жалпы Қадір деген сөздің өзі араб тілінен тағдыр деген мағынаны береді. Сол себепті бұл түнде адамның 1 жылдық тағдыры ғана емес, ризық, несібесі де жазылады. Қадір түнінің белгілері. Қадір түнінің белгілері жайында пайғамбарымыз Қадір түнінде аспан ашық болады, ыстық та, суық та болмайды, күн қызыл болып шығады деген. Тағы бір хадисте Қадір түні тұнық әрі жарық болып, айдың өзі бейне бір нұрға толы болады. Ол түн суық та, ыстық та емес, тыныш та, жайлы болып, таң атқанша жұлдыздардың ағып түсуіне тыйым салынады. Бұл түннің тағы бір белгісі таңертең күн сәулесі толған ай секілді түзу болып шығады, әрі шайтандарға күнмен бірге жарыса шығу рұқсат етілмейді делінген. Сондай-ақ қасиетті түнде бұлт та, жаңбыр да, жел де болмайды. Бұл түн жанға жайлы, тыныш болады. Қадір түні не істеу керек? Көбіне Қадір түні жай ғана ұйықтамай қарсы алу жеткілікті деп санайды. Алайда бұл қате түсінік. Қадір түнінің құрметіне дастархан жаюдың да қажеті жоқ. Үйге жақсылық кіреді деп есік-терезелерді ашып қою да қате. Алладан үміті бар әрбір жан Қадір түні басталғанға дейін толық дәрет алып, таза киініп, теріс ойлардан жаны мен жүрегін аулақ ұстаған жөн. Мұсылмандар бұл түнді барынша құлшылықпен, шын жүректен өкініп, күнәлары үшін кешірім сұраумен өткізуі тиіс. Қадір түнін ұйқысыз дұға етіп, құлшылықпен өткізген жөн. Ер адамдар мешітке барып, парыз намаздары мен нәпіл, қаза намаздарын жамағатпен бірге оқығаны жөн. Әйел адамдарға мешітке бару міндетті емес. Таңға дейін қасиетті Құран кітабын оқып, дұға жасаған абзал. Қадір түнінде садақа берген жөн. Қадір түнінде не істемеу керек? Зиян нәрселерден аулақ болу керек. Дінге қарсы әрекет жасамау қажет. Мысалы, ішімдік ішуге болмайды. Біреудің сыртынан ғайбат айтуға, өсек айтуға, жанжалдасуға, дауласуға, бос әңгімеге үйір болуға болмайды. Достармен көңіл көтеріп, ән айтуға, би билеуге, сауық кешін өткізуге болмайды. Фильмдер мен ойын-сауық бағдарламаларын көріп, уақытты бос өткізуге болмайды. Мүмкіндігінше түнде ұйықтамай, оның орнына құлшылық еткен абзал. Қадір түні оқылатын дұғалар. Айша анамыз пайғамбарымыздан: «Уа Алланың елшісі, Қадір түнінде қандай дұға жасайын?» деп сұрағанда, Алла елшісі: «Уа Аллам, сен кешірімдісің, кешіруді сүйесің, менің күнәларымды кешіре көр» деп дұға етуге кеңес берген. Қадір түнінің құрметіне Раббымыздан барша мұсылманның амандығын, өзара достық пен бауырмашылдықтың артуын, ислам әлемінің біртұтастығы мен күллі адамзатты апаттардан сақта деп тілеуіміз керек. Қадір түнін қайда өткізуге болады? Бұл түнді үйде немесе мешітте өткізеді. Түнді жалғыз да, жамағатпен де қарсы алуға болады. Қадір түнінде намаз, Құран оқылады. Қадір түні қай уақытқа дейін жалғасады? Қасиетті Қадір түні ауыз ашқан уақыттан бастап сәресіне дейін жалғасады. Құрметті қауым, 12 айдың сұлтаны Рамазан құтты, берекелі болсын. Қасиетті айда жасайтын құлшылық, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Алға қойған арман мақсаттарыңыз орындалып, оразадан оразаға аман есен жете беруімізді Алла нәсіп етсін.